Give it to me like. Жер бетінде артық салмақпен, жоқшылықпен, жалқаулықпен өмір сүргісі келетін адам жоқ шығар, иә? Барлық адамның өз мақсатына жете алатын мүмкіншілігі бар. Болғанымен, бірақ жетістікке жетпей жатады. Мүмкіншілік деген не? Мүмкіншілік деген ол нәтижеге жеткізетін, жоғарғы табыс алып келетін психикалық энергия, яғни ақыл ойы. Келісесіздер ғой. Сондай күшпен, сондай ақыл оймен жетістікке жете алмай жатамыз. Неге? Ақыл ой қайда? Негізі адамның басында 99% адамның миының жұмыс жасау мүмкіншіліктері бірдей. Кез келген осы 7 миллиард адамның басында 100 миллиард нейрон бар. Әрбір нейрон 10 мың, 50 мың басқа нейрондармен байланысады. Мұны мен не үшін айтып отырмын? Себебі ақыл ой барлық адамның басында бірдей, осыны айтқым келіп отыр. Бірақ соны біреу пайдаланады, біреу пайдаланбайды. Міне сол сияқты біреулер жетістікке жетеді, біреулер жетістікке жетпейді. Бар бастарыңыздағы бар нейронды қолданып үйрену керексіздер. Неге бұлай? Осы жалқаулық жайлы айтпаған адам жоқ шығар сіздерге. Өз-өздеріңізге де айттыңыздар, ата-анаңыз айтты, мектепте айтты, өз-өзіңізге ұрыстыңыз, бірақ нәтиже бар ма? Нәтиже жоқ. Енді мені мұқият тыңдасаңыз, жалқаулық атаулысынан құтыласыз. Ең алдымен жалқаулық сіздің қай жеріңізде тұр? Неге сізді бірдеңе істетпей тұр? Соны сіз біліп алу керексіз. Жалқаулық сіздің аяғыңызда, қолыңызда, аузыңызда, үстіңізде емес, ол мида. Ал мидың қай жерінде тұр? Неге адам жалқау болады? Кез келген саналы адам оны біледі. Жалқаулық оны артқа тартатынын біледі, жақсылыққа алып бармайтынын біледі, кедейлікке апаратынын біледі, жоқшылыққа, семіздікке апаратын кез келген саналы адам оны түсінеді. Ал ой еңбегімен айналысқан адамдар білімді болады. Білімі көбейіп, нәтижеге, жетістікке, мақсатқа, табысқа жете алады. Оны кез келген адам біледі, дұрыс па? Ал дем еңбегімен айналысса, денсаулығы жақсара бастайды. Бірақ бірдеңе ұстап тұрады. Біраздан кейін істейтін нәрсеңді кейінге қалдырасың. Шай ішіп алып істейін дейсің, бір кісімен сөйлес болып істейін дейсің, ертеңнен бастап істейін дейсің, келесі айдан бастайын деп бір нәрсе сізге құлағыңызға сыбырлап тұрады. Сол нәрсені сізге жасатқызбай. Ол не? Ол не құдірет? Сені жақсылыққа, байлыққа, мақсатқа жеткізетін нәрсені істеткізбей, сені кеудеңнен итеріп, сені артқа тартып, аяғыңнан шалып, аяғыңды тұсап, байлап тұрған ол не? Ол не құдірет? Ол мына мидағы рептилия бөлігі. Бауыр мен жорғалаушылар. Ол барлық адамдарда бар. Ол ғалымдардың дәлелдеуі бойынша 100 миллионнан артық өмір сүріп келе жатқан ми. Ол ешқайда кеткен жоқ. Сіздің жасыңыз қаншада болса да, ол бауыр мен жорғалаушылар, былайша айтқанда кесірткелер, крокодил миы. Я, біздің басымызда кесіртке, крокодил миы бар. Ол алпауыт күшті. Ол өте күшті, сізді басқарып тастайды. Мысалы, сіз бас қатыратын, психиканы кетіретін бір нәрсені ойлай бастаған кезде, мысалы, күрделі есеп шығара бастаған кезде, маркетинг бастаған кезде, бір жұмыспен айналыс бастаған кезде, компьютермен бір нәрсені үйрене бастадың, немесе марафонға жазылып, өз-өзіңді өзгерте бастадың. Сол кезде сізде желанияңыз қашып, қоя тұр, кейін істейсің деген бір нәрсе тұрады, иә? Сіз оны біраз істегеннен кейін, уже істегіңіз келместен жалығып кетесіз. Болмаса физикалық жүгіру, жүру, жаттығу жасау, осындай кезде біраз айналысқаннан соң істегіңіз келмей қалады. Неге? Неге? Қайталап айтайын, бұл рептилия. Бұған жауапты ол біздің миымыздағы рептилия бөлігі. Ол осыдан 10 мың, 100 мың, 100 миллион жыл бұрын өмір сүрген кәрі ми. Оның жадында энергияң кетсе, сен қатты ойлансаң, арықтаймын деп жүріп көп жеп қойсаң, иә, мысалыға. Ал кәрі мидың, яғни рептилияның қорытуы бойынша, сонша жылдар бұрын тамақтану бізде тапшы болды ғой. Иә, тамақтану бізде тапшы болды ата-бабамызда.
Тамақ аз болғандықтан сен өлесің. Енді қашан тамақ жейсің? Сондықтан энергияңды құртпа, ойланба, қимылдама дейді. Сенің ата-бабаңның осыдан 100 жыл бұрын неғұрлым аз қимылдаса, соғұрлым оларға өмір сүру мүмкіндігі, аман қалу мүмкіндігі, шансы өзі көп болған. Түсініп отырсыз ба? Яғни бұрындары біздің ата-бабамыз шап толтырып жүріп, аз тамақтанып жейтін болса, өліп қалады ғой аштан, дұрыс па? Өйткені тамақ жоқ болған ол заманда. Ал қазірші? Қазір заман басқа ғой, қыздар. Біздің миымыз, ол рептилия, миымыз өзгерген жоқ, ол сол қалыпта қалып қойды. Бірақ қазіргі заманды қорытатын біздің саналы миымыз да бар ғой. Неге сонымен жұмыс жасамасқа деймін да? Осыны түсінген адам, қыздар, жалқаулықты жеңіл жеңе алады. Ол үшін не істеу керек? Сізде жалқаулық баса бастаған кезде, осылайынан ойланба, қимылдама, жасама, жата тұр деген сияқты ойлар сізге келе бастағанда, сіз айту керексіз: тоқта. Мына саналы ми арқылы мидың алдыңғы бөлігінде орналасқан ол. Оған 100 жыл болды. Оны біз кеше пайда болды деп айтсақ та болады. Ол крокодил мидан кейін пайда болған қазіргі заманауи ми. Осы саналы ми арқылы сіз рептилия, яғни крокодил миына айтасыз: болды, тоқта айналайын. Қазір заман басқа. Осы уақытқа дейін мен сені тыңдап келдім. Сенің кесіріңнен мен еріншекпін. Сенің кесіріңнен мен семізбін. Сенің кесіріңнен мен жалқаумын. Білімім аз, дамыған жоқпын, артта қалып қойдым. Ешкім мені сыйламайды. Енді мен басқарамын. Егер қарным ашса, мен тамақ тауып жеп аламын. Қазір заман басқа, қазір тамақ бар, қазанда бар тамақ. Оның барлығын мен жеп тастап тойып алып жемеймін, аштан қалып қалмаймын. Себебі шаршап тұрмын ба? Мен демалып аламын шаршаған кезімде. Қазір жата бергеннен маған пайда жоқ. Мүмкіндігім бар ма? Мүмкіншілігім бар ма? Мен жүремін, мен қимылдаймын, мен қозғаламын. Тамақ табу қиын емес, қазір заман басқа деп, сіз өзіңіздің крокодил миыңызға айтасыз. Өзіңіздің қазіргі заманауи саналы миыңыз бен крокодил миыңыздың үнін өшіресіз, бір сөзбен айтқанда. Өйткені крокодил миының 3-ақ функциясы бар. Бірінші, ол аман қалу. Яғни төбелестен қашу деген функцияға жауап береді. Біреу сізді ұрып жатса, одан сіз қорқып қалсаңыз, оған күшіңіз жетпейтінін білсеңіз, сіз сразу қашасыз, дұрыс па? Міне сол бөлікке, осы функцияға рептилия бөлігі жауап береді. Бұл бірінші функциясы. Екінші функциясы тамақ тауып жеу. Қай жерде болсын, тамақ бар, соны тауып жеу керек, тығу керек асқазанға, ауызға тыға беру керек. Себебі ол бұрынғы заманның миы ғой. Ол кезде адам аштан қалып қалады, өліп қалады. Ал бұл заман басқа ғой. Сіз өліп қалмайсыз ғой. Екінші функциясы осыны біле жүріңіздер. Үшінші функциясы ол ұрпақ жалғастыру, яғни секс. Соның енді жаңағы тамақ тауып жеу функциясы сізге ойланба, істеме, жат, ойланба, істеме, жат, қимылдама деген сөздерге команда беріп тұрады. Сізге команда беріп тұрады. Сен қимылдасаң, арықтайтыныңды білесің, дұрыс па? Ізденсең, табыс табатыныңды білесің, бірақ істемейсің. Қозғалсаң, денең сымбатты болатынын білесің. Дұрыс және аз тамақтансаң, денсаулығың жақсы болатынын білесің, бірақ істемейсің. Неге? Себебі сені алып крокодил миы басқарып тұрады. Дәл осы кезде осы сөздерімді естеріңізден шығармаңыздар. Ал енді дәл қазір сіздерге осы тақырыпқа байланысты өте керемет бір видео ролик дайындап қойдым. Бірінші осыны көріп алыңыздар. И самая важная вещь, которую я понял, наблюдая за крокодилами, это то, что они рождены убивать и поедать. Это так. Несмотря на то, что мы вместе уже более 30 лет, и я очень его люблю, я понимаю, что ответной любви мне не дождаться. Ими движут инстинкты. Совершив ошибку, я влипну в неприятности. Да, приятель. И только благодаря тому, что я отлично знаю все их повадки, я могу проделывать с ними такие вещи. Лежать. Көрдіңіздер ме? Шағын ғана адам алып крокодилдің үстіне отырып, соған ойына келгенін істетіп отыр. Қалайша?
Себебі ол крокодилде инстинкт ғана бар. Одан мен кері байланыс, одан мен кері махаббат күтпеймін. Мен оның тілін білем. Содан кейін мен оны басқарып отырмын деп жатыр видеода. Сондықтан мына миыңдағы крокодил мидың тілін тап. Тілін білу керек деген не? Сені жалқаулық баса бастаған кезде, олай істеме, жасамай-ақ қоя сал, тамақты толтырып, тойып жей сал, жата сал, жүрмей-ақ қоя сал, сен шаршадың, сенің энергияң кетіп қалады ғой деген сияқты сізді артқа тартатын ойларды сіздің миыңызға келтіре бастаған кезде, сіз оған айтасыз: тоқта, енді мені тыңда. Енді мен басқарамын. Мен еңбектенсем, менің мақсатыма жететін жолдарым ашылады. Мен мақсатыма жетемін. Мен артық салмақтан арыламын. Мен арық боламын. Мен табысты боламын. Мен бақытты боламын. Мен білімді боламын. Көп қимылдасам, менің денім сау болады. Осы сөздердің артынан жақсылық болуды көру арқылы, сымбатты денеңді көру арқылы, визуализация жасап, соған сену арқылы, елестету арқылы, білу арқылы, үміттену арқылы, мақсат қою арқылы, соған өзің сеніп тұрып, өз-өзіңмен сөйлесу арқылы, сол өзіңіздің миыңызды басқарайын деп тұрған, сізді басқарайын деп тұрған крокодил миға сіз осы қазіргі заманауи саналы миыңыз арқылы, саналы ойыңыз арқылы сонымен сөйлесіп тұрып, сіз оған ненің не, кімнің кім екенін көрсетесіз. Сол арқылы сымбатты денеңді көресің сен. Соларды ойлаған кезде сенде дофамин деген гормон бөлінеді. Дофамин гормон дегеніміз не? Оны мен сіздерге сабақ өткізген болатын, айтқан болатын, өте жақсы білесіздер. Дофамин гормоны ол жақсы көру гормоны, үміт гормоны. Солайынан сіздің миыңызға сондай ой келіп жатқан кезде өзіңіздің сенуіңіз арқылы, саналы миыңыз арқылы барлығын білемін, бірақ мен жасамаймын деген сияқты ой болады ғой. Барлығын білетін ол сіздің саналы қазіргі миыңызда, ал жасамайтыныңыз ол сіздің рептилия, крокодил миыңыз. Вот, сізді крокодил миы сол қазіргі миыңызды басып озып кетіп бара жатыр. Сол үшін қазіргі миды іске қосатын болсаңыз, сіз ол миды басып озып кете аласыз. Мысалы, марафонға қатысқан кездерде, сабақтарды орындайтын кездерде, жүру, жүгіру, олардың барлығын жасау арқылы сіздер ләззат аласыздар. Ол кезде дофамин гормоны бөлінеді. Ал егерде тастап кету сияқты ойлар болып жатқан кезде, онда сіз алып крокодилдің ішінде ұйықтап жатырсыз. Өйткені осы қиналыстың артынан үлкен бір нығмет, үлкен бір жақсылық, үлкен бір жетістік тұрған сіз білесіз. Ол сіздің көз алдыңызға елестейді. Осыны елестету арқылы, сену арқылы сіз дофамин гормонды ұстап тұру арқылы жетістікке жетесіз. Осы арқылы жалқаулықтан арылуға болады. Осы саналы ми арқылы жалқаулықтан сіздер арыласыздар. Осы рептилия бөлігін басқаратын болсаңыздар, онымен сөйлесетін болсаңыздар, ол кәрі миға, қазіргі заманауи миыңызды іске қосатын болып, оған жауап беретін болсаңыз, сіз кәдімгідей жалқаулықтан арыласыз. Бұл ғылыми жол. Осы ғылым адамның көз қарашығын 5-ақ минутта ауыстырып береді. Осы ғылым арқылы біз аспанда ұшып тамақтанып отырамыз тіпті. Осы ғылым арқылы дәл қазір сіз мені естіп отырсыз. Осы сөздерім сіздерге ой салды деп ойлаймын. Егерде сізді жалқаулық баса бастаған кезде, сіз не істейсіз? Қайталап айтайын. Сіз тоқта дейсіз де, мен хайуан емеспін, мен адаммын. Мені хайуандық миым қазір крокодил миым басқарып бастайды. Сондықтан осы уақытқа дейін осындай жалқау болып келдім. Осы крокодил миым мені қазір артқа тартып жатыр. Соның кесірінен осы уақытқа дейін ешқандай жетістікке жеткен жоқпын. Енді болды. Хайуандық миға емес, мен адамдық миға бағынамын. Адамның хайуаннан айырмашылығы оны санасы басқаруында, Сол үшін адам болыңыздар. Адам болыңыздар. Адами тұрғыда ойланыңыздар. Хайуандық миды артта қалдырыңыздар. Хайуандық миға еріп кете беретін болсаңыздар, адамдық қасиеттен арылып кетуде оп-оңай. Ешқандай жетістікке жетпей,
қиындығы өте көп. Сол үшін адам болыңыздар. Хайуандық емес, адамдық мимен жұмыс жасаңыздар.